Вау, қыздар, мына сұлулықты қараңыздар. Мынадай қылып оливье салатын рулет түрінде жасайтын болсаңыздар, сіздің жаңа жылдық дастарханыңыздың көркін ашып, келген қонақтарыңыз таң қалайын деп тұр ғой. Ол үшін пищевая пленканың үстіне жұмыртқамыздың ағын ұсақ үккіштен өткізіп аламыз, жайып шығамыз, одан кейін сарысын жағамыз. Осы кездерде арасына майонез жағып жіберсеңіздер болады. Одан кейін кәдімгі оливье салатын бөлек жасап аламыз. Картошка, сәбіз, тұздалған қияр, консервідегі жасыл бұршақ, шұжық. Мен Нарленнің осындай докторская Астана шұжығын пайдаландым. Үстіне тұз саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Осының үстіне төсеп шығамыз. Енді бір тексті етіп жаямыз, кейін ақырын ғана орайсыздар. Дәл осылай орап болғаннан кейін холодильникке міндетті түрде кемі 2 сағатқа қойып қоясыздар. Немесе 30 күні түнде жасап, 31 күні әсемдеп сәндесеңіздер болады. Одан кейін бетін әдемі етіп әсемдейміз. Творожный сырды пайдаландым. Үстіне осылай гүл тәрізі етіп орналастырып шығамыз. Одан кейін кішкентай жұмыртқаларды қоямыз. Үстіне қызыл икраны қосамыз. Және огурциді осыны жіңішке етіп турап алып, оны да әдемі етіп сәндеп қойып қоясыздар. Үстіне горох қоямыз. Барлығын енді мейлінше көп қылып үстіне қойсаңыздар, сіздердің рулеттеріңіз әдемі болып көрінетін болады. Дәл осы видеоны жоғалтып алмас үшін міндетті түрде сақтап алуды ұмытпаңыздар.